Қайырлы күн достар, сіздермен осындай өте дәмді гуляш тағамын дайындайық. Алдымен қызып тұрған майға кесектеп туралған етті саламыз, жақсылап қуырамыз, үстіне сарымсақ қосып, томат пастасын салып жақсылап 15-20 минуттай қуырып аламыз, және де қайнап тұрған су құйып, дәміне қарай тұз бұрышын саламыз да, ет піскенше бетін жауып 1,5 сағаттай бұқтырамыз. Ал енді құрғақ ыдысқа ұнды саламыз, осылай араластыра отырып баяу отта қуырамыз. Ұнымыз күйіп кетпеу керек, және де күйген иіс шықпау керек. Осылай ашық қоңыр түске айналғанша қуырамыз да, бөлек ыдысқа салып алып, үстіне су құямыз. Жаңағы піскен етімізге осы сұйықтықты құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минуттай бұқтырамыз. Мінекей біздің гуляшымыз дайын. Сондай керемет дәмді болып шығады. Мен гарнирге картоп пюресін дайындадым. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.